Жиі менің пациенттерім сұрайтыны, фертальды қалай ішеміз дейді. Бір-екі пациенттерім айтуы бойынша дұрыс қабылдамаған екен. Соларға арнайы видео түсіргім келіп отыр. Мына солай комментарий басып жазып отырыңыздар. Ферталь бұл жаңа кишечный микрофлораны қалыптастыру үшін біз жазамыз. Ішінде 6 флакон болады. Міне. Ашасыздар. Осылай болу керек. Жылына, сұрағына қарайсыздар. Бұл бір реттік ішуге арналған. Бұны ішінде 15 мл жидкость болады. 15 міне жазылып тұр. Соған на төбесінде пробиотигі болады. Наны ұмытып кетпеу керексіздер. Қосып суға араластырып ішу керексіздер. Наны 2-3 бөліп ішпейсіздер. Бұны бірден ішу керек. Бөліп ішіп жүрмеңіздер. Міне мысалға ол былай ашасыздар. Ашылғаннан кейін кейбір пациенттер айтады, осыны ашыпты да, мынаусын тастай салғанда, мынаусын ғана ішкен, құр суын ішкен. Ол болмайды. Мынаның ішінде міне. Мынау беті былай жабық тұру керек қой. Мынаны ашқан кезде, қатты бұрап ашқан кезде, мынаның ішінде пробиотигі шығады. Қазір сіздерге ашып көрсетейін, оны да. Міне, қазір қатты бұрамай ашып көрсетейін. Міне, мынада жабық тұр. Оны қазір керісінше бұраған кезде мынау өзі қысыммен ашылып кетеді. Сөйтіп шайқап, сосын ғана ішесіздер. Міне қазір жабық тұр. Мына ішінде аппақ тұрған пробиотик, құрғақ пробиотик. Соны мына ішінде 15 мл жидкостьке араластырасыздар. Оны былай керісінше бұрайсыздар. Қатты бұрау керек. Міне, сол кезде тықырлаған дауыс шығады. Міне қазір ашылды ма, көрейік. Ашылып ішіне түсті. Оны толық шайқау керек. Мына сумен ішіндегі ішіне сіңгеннен кейін ашып ішіп қоясыздар. Ем болсын, осылай ішесіздер. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Медициналық кеңестер қажет болса сіздерге түсіріп отырамын.